Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін 79-шы сабақты өтетін боламыз. Жаңа видеоларды көру үшін каналымызға тіркеліп, колокольчик батырмасын басыңыздар. 52-ші жаттығу текемет туралы мәтінді оқы. Текемет бетіне түрлі түсті ою-өрнек басылған үй жиһазы. Бұл төсеніш түрі күрделі сатылардан тұратын пісіру әдісімен дайындалады. Жуылып, түтілген жүнді жайып, оның үстіне басқа түстерге боялған жүннен өрнек салады. Содан кейін оны сулап, пісіріп, бастыруға кіріседі. Текемет басу ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан дәстүр. Текемет біреуі жүн жаймалап, біреуі су себеді, енді бірі шеге орап, жабылып бәрі тебеді. Ыстық су құйып үстіне қатайсын деп қарпиды, шықты киіз пісті деп сыңнан өтіп саңқилы. Екі мәтіннің жанрын анықта, олардың ұқсастығы мен айырмашылығын тап. Текемет қай мәтінде нақты, қай мәтінде бейнелі сипатталған. Бірінші мәтін ғылыми танымдық мәтін, ал екіншісі көркем мәтін. Ғылыми танымдық мәтінде нақты айтылады, көркем мәтінде өлең жолдарымен бейнелі сипатталады. 53-ші жаттығу оқы. Түбір сөздерді тәуелденген сөздермен салыстыр. Білек, білегім, моншақ, моншағым, халық, халқы, аспап, аспабым, тарақ, тарағы, әріп, әрпім. Түбір сөздер тәуелденгенде қандай өзгерістер байқадың? Бұл сөздердің жазылуын есіңе сақта. Тәуелдік жалғау жалғанғанда түбір сөздің соңындағы қатаң п, к, қ дыбыстары ұянға айналады. Көрсетілген сөздерде тәуелдік жалғау жалғанып, түбір сөздің жазылуы өзгерген. Білек сөзіндегі к әрпі білегім сөзінде г әрпіне айналады. Аспап сөзіндегі п әрпі аспабым сөзінде б әрпіне айналады. Моншақ сөзіндегі қ әрпі моншағым сөзінде ғ әрпіне айналады. Тарақ сөзіндегі қ әрпі тарағы сөзінде ғ-ға айналады. Халық сөзіндегі ы әрпі түседі, халқы сөзі. Әріп сөзіндегі әрпі түседі, әрпім болады. Тәуелдік жалғау жалғанғанда түбір сөздің соңындағы қатаң п, к, қ дыбыстары ұянға өзгереді. Доп, добы, жүрек, жүрегі, қалақ, қалағы. Тәуелдік жалғау жалғанғанда кейбір түбір сөздердің жазылуы өзгереді. Халық, халқы, әріп, әрпі. Осы тәуелденген сөздермен сөйлем құрастырып айтып көр. Жаттығу алаңында Асанға білегіңді ауыртып алма деп жаттықтырушы ескерту жасады. Менің домбыра аспабым ең әдемі жасалғаны үшін өзіме қатты ұнайды. Қалаға қыдырып келген жақын сіңліме сүйікті моншағымды сыйға бердім. Әжемнің тарағы күмістен жасалған. Қазақ халқы өте қонақжай келеді. Менің алғаш үйренген әрпім а әрпі. 54-ші жаттығу жақшадағы сөздерге тиісті тәуелдік жалғауын жалғап жаз. Біздің халқымыз бақытты, сенің дауысың естілмейді, менің уақытым болмады, мемлекеттің мүлкін шашпа, ораз ернін жыбырлатты. 55-ші жаттығу суреттің және тірек сөздердің көмегімен ісмер тақырыбына мәтін құрастырып жаз. Тақырып ісмер, тірек сөздер, түс киіз, бөлме қабырғасын сәндеу, ұлттық жиһаз, ісмер, түсті жіп, кестелеу, ұсақ моншақтар, алтын зерлі жіп, өрнек, сән беру. Ісмер, менің анам ең ісмер жан, оң қолынан өнер тамған, өте шебер адам екенін барлық ауыл адамдары біледі. Анамның туындылары көздің жауын алады. Қазақи нақышта жасалған бұйымдарымен бөлме қабырғасын сәндегенді жақсы көреді. Тұс киіз, құрақ көрпелерді әдемі етіп тігу ол үшін түк қиындығы жоқ іс.
ұлттық жиһаздарды түрлі түсті жіптермен кестелеу, өрнек салу арқылы сән береді. Сонымен қатар, алтын зерлі жіппен ұсақ моншақтары арқылы қазақи ою-өрнекті сала отырып, әшекейлер жасайды. Анам әрдайым әр оюдың маңызы туралы айтып отырады. Ата-бабаларымыз ою салу арқылы ұрпақтарын тіл көзден қорғаған екен. Мен де осы өнерді игеріп, болашақта керемет шебер адам болғым келеді. Құрастырылған мәтіннен тәуелдеулі сөздерді тауып, астынсыз. Бұл мәтінде бізде тәуелдеулі сөздер анам, адамдары, туындылары, моншақтары, ата-бабаларымыз, ұрпақтарын сөздер екен балалар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Каналымыз пайдалы болған болса, лайк басып тіркеліп қойыңыздар. Жаңа видеолар сізге бірінші болып көрінеді.